Ғылмандар. Адам атаны жаратқан соң, ұлық Алла оны пейішке кіргізді. Ақ жақұттан Хаджар әл-Асуад деген тақ жасап, оған адам атаны салтанатпен отырғызды. Қазіргі Байтул Мұқадастағы Қаратас адам атаның алғашқы тағы болған екен. Сосын барлық періштеге адам менің орынбасарым болады. 18 мың ғаламдағы барлық жаратылыс адамның игілігі үшін қызмет етеді. Оған құрмет көрсетесіңдер, деді. Самсаған періште салтанатпен сап түзеп, адам атаны көру үшін сан мыңдаған ғаламнан тоқтаусыз ағылып келіп жатты. Тәңірісі: әй Раузан періштесі, жаннаттың есіктерін ашып қой, барлық мақұлықат түгел келіп адамды көрсін. Пейішті бар асылмен безендір, барлық ағаштың жемісі уылжып пісіп тұрсын, дарияның сулары шалқып жатсын. Әй Ысырапыл, рахат самалы есіп тұрсын. Әй хорлар, барынша салтанатты киініңдер, балдан тәтті, сүттен ақшырынды бұлақтардан сусын әкеліңдер. Әй бұлбұлдар, саздатып еліктіріп, елітіп сайрап тұрыңдар. Әй періштелер, адамның тағының жанында әдеппен қозғалыңдар, деп әмір етті. Адамды көруге асық болған періштенің көптігі сонша, олардың қалың бір қауымы Құдай халифасының түр-тұрпатына назар сала алмай арманда кетті. Адамды көре алмай арманда қалған періштелер ғылмандар аталыпты. Себебі адамға назар сала алмағасын, олардың дәрежесі төмендепті. Өздерін толық бақытты сезіне алмаған ғылмандар: уа Тәңірім, адамды бізде бір көрсек деп едік, бізге кезек тиетін түрі жоқ, деп жылады. Жаббархақ: ертең мен адамды жер жүзіне таратамын. Сосын нұрымнан жаңбыр жасап жаудырамын. Сол жаңбырдың бір тамшысын жерге алып түсіп, адамды көріп қайтасыңдар, деп жұбатты. Сосын Ысырапыл періштеге: қиямет қайымға дейінгі жер бетіне жауатын жаңбыр тамшысының санын есепте. Оны әрбір періште жерге алып түссін. Сол кезде адамның түр сипатын көрсін, деп әмір етті. Ысырапыл әуелден ақырға дейін жауатын жаңбыр тамшысын санап шықты. Ғылмандар саны тамшыдан көп екен. Тағы да бір парасы бұл нығметтен құр қалатын болды. Олар: уа жасаған, бізге жаңбыр тамшысы да бұйырмады. Адамды бір көруге ынтықпыз, деді жамырап. Тәңірісі: мен шебер Алламын, суды қар бейнесінде қайта жаудырамын. Сол кезде қардың әрбір шытырасын жерге алып барасыңдар, деді. Ысырапыл қардың ұлпаларын есептеді. Ғылманның саны одан да асып түсті. Кезек тимей қалғаны жылап: уа жаратқан, бізге тағы да кезек тимейтін түрі бар, деп арызданды. Сонда Алла тағала: уайымдамаңдар, мен шебер Алламын, шешімін тауып беремін. Сендер бұдан былай сахар мезгілі болғанда менің рұқсатыммен дүниеге барасыңдар. Сол кезде ояу отырған тақуа құлдарымды қалауларыңша тамашалауға рұқсат. Одан басқа адам ұрпағын көруге рұқсат жоқ. Ояу отырған момын құлымның дұға тілектерін маған жеткізіңдер. Егер олар жаратушы иесін еске алып, егіліп жылар болса, көз жастарын жерге түсірмеңдер. Жібек орамалға салып пейіштегі сандыққа сақтаңдар. Хақтан қорқып жылаған көз жастары қияметте өздеріне шапағат қылсын, деді. Ғылмандар: уа Тәңірім, не себепті ояу құлдарыңды ғана көре аламыз, деп сұрады. Себебі мені еске алмай, күн шыққанша ұйықтайтын ғафылдарды мен де еске алмаймын. Сертім солай, сендер менің назарым түскен ақ жүрек құлдарымды ғана көресіңдер, деді. Сол кезде ғана ғылмандардың көңілі жай тауыпты. Сахар уақытында көкте ғылмандар адамды көреміз деп сән-салтанатын арттырып киініп келеді екен. Адамның қандай тілегі болса қабыл етіп, Құдайдың дәргейіне жеткізетін солар болыпты. Бірақ ғылмандар тек жүрек көзі ашылған момындарды ғана көріп, солармен ғана тілдеседі. Күн шыққанша ұйықтайтын ғафылдар Алланың осы нығметінен махрұм қалады екен. Сондықтан да ғылмандар өз әлемінде барша адам баласының сахар мезгілінде ояу отырғанын Құдайдан тілейді екен.